Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге баланың қаржылық сауаттылығын қалай арттыруға болатынын айтатын боламын. Балаларымызға қаржылық сауаттылықты үйрететін ең жақсы мұғалім өзіміз. Олар біздің қаржыға деген қарым-қатынасымызды көреді және соған қарап өз дағдыларын қалыптастыра бастайды. Сондықтан балаңыздың өз қаржысын үнемдеуін қамтамасыз ету үшін ақшаға деген көзқарасын дұрыс қалыптастырыңыз. Ақша туралы алған және қолданатын білімдеріңізбен бөлісіңіз. Ендеше балаға ақшаны ысырап етпей, қалай қолдану керектігін үйрететін қаржылық сауаттылық туралы айтып өтейік. 4-6 жас аралығындағы балаларға ақша және жинақтармен таныстыру. Бұл үшін ең қолайлы уақыт 4-6 жас аралығы. Егер сізде уақыт болмаса, оны кейініректе жасай аласыз. Ақша дегеніміз не? Ол бізге не үшін қажет? Монеталар мен банкноталардың номиналы қандай? Нақты банкноталарды жалған ақшадан қалай ажыратуға болады? Осы сұрақтардың бәріне жауап беруге тырысыңыз. Сондай-ақ әртүрлі номиналдағы банкноталар мен монеталарды көрсетіңіз. 7-9 жас аралығындағы балаларға бірінші қаржылық мақсат қойыңыз. 7-9 жас немесе одан үлкен жастағы бала үшін бірінші қаржылық мақсатыңызды қойыңыз. Одан керемет ойыншық, сәнді гаджет немесе ойын-сауық саябағы керек па деп сұраңыз. Әрине, бала үшін бұл дүниенің бәрі қажет. Ендеше бұл оның өз ақшасын жинайтын қаржылық мақсаты болады. Баланың алғашқы қалта ақшасы әдетте мектепке барғаннан кейін пайда болады. Бала қалтадағы ақшаның бір бөлігін 1 минуттық қуанышқа жұмсайтындықтан, онымен бірге дүкенге барып көріңіз. Ол тауарларды көріп, оның бағасын салыстырып көруді үйренсін. Бір жерде қымбат, ал екінші жерде арзан болады. Оған қаржыны қажетті дүниелерге ғана жұмсау керектігін үйретіңіз. Сондай-ақ қажетсіз шығындарды тудыратын жарнамалық трюктер туралы айтып беріңіз. Қалтадағы ақшаның пайда болуы арқылы ол қайырымдылықтың не екенін түсіне алады. Опция бірге сенуге тұрарлық қайырымдылық қорын таңдап, оның аз мөлшерді қайырымдылық жасап тұруына мүмкіндік беріңіз. 7 жастан бастап сіз балаңызбен монополия ойнай аласыз. Бұл және басқа да қаржылық ойындар ақшаның табиғатын жақсы түсінуге көмектеседі. 10-12 жас аралығындағы балаларға отбасы бюджетімен таныстыру. Отбасындағы материалдық жағдай туралы айтыңыз. Отбасылық бюджет дегеніміз не? Ол қайдан келеді? Қалай шектеледі? Қандай шығыстар міндетті? Бюджет шектеулі болса, оны жұмсау мүмкіндігі де шектеледі. Осы жайлы бәрін айтыңыз. Бала өз қалауын басшылыққа алады. Ол өзіне ұнағанын бәрін алғысы келеді. Бұл табиғи нәрсе. Ата-ана ең алдымен баспана, коммуналдық қызмет, тамақ, көлік ақысын төлеу керек екенін балалар біле бермейді. Ал бұлай жасалмаса, отбасының тұратын жері де, ішетін асы да болмайды. Және ата-анасы ақша таба алмай қалады. Осының бәрін балаға сабырмен түсіндіру керек. 10-12 жас аралығында банк өнімдерін таныстыру керек. 10 жасар бала банктер туралы ақпаратты қабылдай алады. Бұл не? Олар несиені қалай алып, жинақтарды қалай сақтайды? Ең қарапайымнан бастаңыз. Адамдар ақшаны банктерде сақтайды. Бұл үйдегіден гөрі қауіпсіз. Бір нәрсеге ақшаны жетпесе несие алуға болады. Бірақ уақытында қайтара алсаңыз ғана. Ал сіз банктің ақшасын пайдаланғаныңыз үшін төлеуіңізге тура келеді. Сондықтан сіз алғаныңыздан көп бересіз. Бірақ ақшаны банкке сақтауға берсен, олар саған төлейтінін айтыңыз. Психологтар дәл осы уақытта бірінші банк картасын ашып, оны қалай пайдалану керектігін үйрету оңтайлы деп есептейді. Жинақтау тұрғысында ақшамызды бірде-бірде жеп жатқан инфляция деген сұмдығанды айтыңыз. Инвестициялар туралы айту әлі ерте. Айта берсек жеткілікті. Қорқынышты аңды жеңудің жолдары бар. 13 жаста бірінші депозитті баламен ашқан жөн. Ақшаны 13 жастан бастап депозитке салып, оны үнемі толықтырып отырсаңыз, 40 жасқа дейін қаржылық жағдай оптимистік болады. Күрделі пайыздың қалай жұмыс істейтінін түсіндіріңіз. Салым сомасы өсімге байланысты өседі, ал өткен кездегі пайыз бойынша өскен жаңа сомаға жаңа пайыздар есептеледі. Сонымен ақшаңыздың депозитте болғаны жөн. Олар сонда неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым олардың өсуіне қызығушылық үлесі артады. Жасөспірімді 14 жастан бастап ақша ағыны ойынымен таныстыруға болады. Бұл жеке қаржыны сауатты басқаруға және ақшаны жұмыс істетуге көмектеседі. 13-16 жас аралығындағы балаларға алғашқы ақшасын табуға көмектесу.
Сіз 13-16 жаста демалыста немесе оқудан бос уақытта бірінші толық емес жұмыс күнін ұйымдастыра аласыз. Кез келген мүмкін болатын нұсқа, кеңседегі құжаттарды көшіру, парақшаларды тарату және тағы да басқа. Сол жаста балаға білімнің мәні неде екенін және оның болашақ өміріне қалай әсер ететінін міндетті түрде түсіндіріңіз. 16 жастан бастап шұғыл ақша қажет болмаса да, бірінші тұрақты жұмыс іздеудің уақыты келеді. Осы уақыттарда баланы еңбекке баулып, адал тапқан астың қадірі қалай екенін ұғындыру керек. Осы жас аралығындағы балаңыздың ақшаға деген көзқарасы қалай қалыптасқанына байланысты, алдағы өмірі солай өрбиді. Балаңыз 14 жастан бастап ата-ананың және қорғаншылық органның рұқсатымен ресми түрде жұмыс істей алады. Бірақ жұмыс оқуға кедергі келтірмеуі және денсаулыққа зиян тигізбеу керек. 16 жастан бастап рұқсат талап етілмейді. 16-19 жас аралығында есепке алуды, жоспарлауды және инвестициялауды бастаңыз. Қаржылық жоспармен 13-16 жастан танысуға болады. Бұл қаржылық мақсат үшін ақша жинаудан күрделі құрал. Бастау үшін сіз өзіңізді 6 айға жоспарлаумен шектей аласыз. Бірінші нәтиже болады, екіншіден ол балаға ұнайды. Ал 16-19 жаста жеке қаржының толық есебін жүргізу қажет. Бірінші есеп беруге көмектесіңіз. Оған Excel және жеке қаржыға арналған мобильді қосымшалармен жұмыс істеуді үйренуге рұқсат етіңіз. Ол өз талғамына сай келетінін таңдайды. Кірістер мен шығыстарды бірге талдаңыз. Нені үнемдеуге болатынын шешуге көмектесіңіз. Психологтар ересектік репетициясы деп атайтын жаста жасөспірімге жеке инвестициялық шот немесе тұрақты брокерлік шот ашыңыз. Оған бірінші федералды несие облигацияларын немесе Газпром акцияларын сатып алуға рұқсат етіңіз. Бірінші купондық кірісті немесе дивидендтерді күтіңіз. Жеке инвестициялық немесе брокерлік шот ашу арқылы жасөспіріммен инвестор экономикалық ойынын ойнаңыз. Бұл ақша ағымының модификациясы. Ондағы негізгі екпін инвестицияларға аударылады. Ал олардың жұмысының ойын алгоритмдері шынайыға барынша жақын. Қаржылық сауатты адам ақша мәселесін тудырмауға тырысады. Ал егер ол туындаса, өзі шешеді және туыстарына айтпайды. Ал ата-анадан қалған мұра, яғни қаржылық сауаттылық баланың ақшасын құрдан-құр ысырап етпеуге көмектеседі. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сізге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.